Қайтесің енді. Қазір мына түсіріп жатыр. Телевидение. Иә, телевизорға. Өзің қайдасың? Сен бір жарты сағаттан кейін телефон соқ. Не болмаса 15-20 минуттан кейін. Жақсы ма? Жақсы. Өшіріп қоямыз ба? Өшіріп қоямыз ба дауысын? Сонда бөлістір емейін алайын. Рахмет. Өздерің сөйлесесіңдер, мен өшіріп істейсіңдер, қалсын ғой. Ал айтады. Кірсейік. Қадыр аға, сіз туған өлке Батыс Қазақстан өңірі бір кездері жалпы Батыс Алашордасының орталығы болып тұрғанда, Атырау мен Маңғыстауда құрамдас болған ғой. Қазірде жеке-жеке облыс атанғанымыз болмаса, Толғауы 90 тарихы бір болғандықтан бұл жерде туған жеріңіз десем артық болмас. Маңғыстауға қош келдіңіз. Енді осында әр келгенде қандай сезімде боласыз? Қандай әсерде? Енді бірден айту қиын, өйткені сезім дегеннің өзі сәттік нәрсесі ғой. Бұрқ өтіп көтеріледі де, басқа біреу алаңдатып сәлем бергеннен кейін басылып қалады. Ал шынында да бұл көңілге деген, бұл өңірге деген, бұл өлкеге деген менің көңілім әр уақытта бір қалыпты. Шынында да бір кезде бәрін қосып Батыс Қазақстан деп атаған. Ол дұрыс, қай жағынан дұрыс деп есептеймін. Тарихы бір, мұңы бір, қасіреті бір, қиындығы бір, 30-шы жылдарда, 20-шы жылдарында қасіретін бір кешкен елміз. Оның бір жағында жаңа буындар келді. Аға буындардың біразын алып кетті. Қамза Есенжановтар деген мысалы Жымпитының сол өлкенің үлкен тарихын жазған, көркем тарихын жазған адам. Оны мен көрдім қайтып келгеннен кейін. Ол бізге былай жақын, жақсы мағынада аға болады адам еді. Енді тірі қалған бірер адамдарды да көрдім. Ол Жароков. Екеуінің де биыл сол мейрамын өткізейін деп жатыр. 2 октябрьден басталып, соның тойын тойлаймыз. Оның үстіне жаңа өзің айтқан, бұл Батыс Қазақстанның өзінің былай бөлектеп тұрған филиал сияқты Алашорданың үлкен мекені болған. Оның біреуі сол Жымпитта болған Досмұхамедовтердің Жанша. Сонда былай ойлайсың да, енді Орда деген тарихи жер, тарихи жер. Орал қанша айтқанмен уезден үлкен орталығы болған. Бірақ соған қарамай Алашорда өзінің орталығына Жымпитты алған, қазіргі Сырым ауданы. О да тегін емес. Өйткені Сырым датып, ең бірінші рет жалпы қазақ халқының тарихында бер жағын айтып отырмын. Одан кейін жалпы Ресейге қосылғаннан кейінгі Ресейге сес көрсеткен, өзінің ел екендігін көрсеткен, қарсылығын көрсеткен бірден бір көтерілістің орталығы. Алашорданың басшылары соны қатты ескерген. Мен кезімде біздің елде әрине біз Сырымды естіп, аңыз ретінде естіп өстік. Одан кейін соғыс кезінде Сталин бір сөзінде бүкіл Ресейдің, орыс халқының, басқа халықтардың батырларын, қаһармандарын, ел үшін жан пида қылған адамдарын мысалға алып сөйледі. Содан кейін Сырымның да бағы өсті. Бірақ өкінішіне орай Сырымның аты қайта өшті. Сол Жымпитының өзінің туған топырағында Сырымның атын қоюға қарсы болды. Қойдырмады. Мен артынан білдім. Сөйтсем, мына Түркістан легионында да біраз патриоттар болған. Солар Сырым жөнінде фильм шығарған. Ол фильмде Сырымды Ресейге қарсы қойды. Дұрыс та ғой былай қарағанда. Ол бостандық үшін ол Ресейге қарсылық деп оны басқаша бұрмалауға болмайды. Сонымен ақырында айтып беріп, Оралда Сырымға ескерткіш орнаттық. Алдымен Ресейге қосылудың 250 жылдығын өткіздік. Қазір енді Жымпиттің өзінде де Сырымға орнатылған ескерткіш бар. Бұл бір трагикалық адам. Сол үшін бұл оның топырағы, ол өзі топырағы да бұйырмай шетелде қиюға да жатыр. Сонда жерлеулі, соның сүйегін бізге Өзбекстан бермей отыр.
бір мүмкіндіктер бар кезде алып үлгере алмадық, енді берілмейді. Міне осындай елдің ұлдарымыз. Ал енді жалпы алғанда өзің айтқан, сен дұрыс айтып отырсың, бұл өлкенің бір аталған, бір үлкен шаңырақтың астында тұрғаны рас. Рас, оны анау өт, анау мынау өт дейтін жөні жоқ. Енді негізгі тақырыбымызға ойыссақ, сіз ұлт әдебиеті, ұлт ақындары дегенді жай айтасыз. Ал енді әлем әдебиетінің көлемінде қазақтың төл әдебиетінің деңгейі қандай, сол жөнінде айтсаңыз. Қалай деуге болады? Бұл бәрі де жаңағыдай салыстырмалы түрде. Біздің фольклорды Ұлыбритания энциклопедиясына кіргізген. Сонда біздің тілдің ең бастысы біздің қазақ тілінің әдебиеттік, көркем, ұлттық тілдің қасиетін сонда қатты айтқан. Сонда қазақты арықтау үшін, мысалы қазақтың бір сөздерінде айтады. Сарқыраманың бойында маңыраманы ұлыма жеп жатыр дейді. Ана қайындың, қайнаталардың атын атамақ. Соны мысалға келтірген, соған басқа ел таң қалады. Бұл көркем сөздің ең жоғарғы деңгейіндегі нәрселер. Сосын кейін енді ол жарайды, ауыз әдебиетінің мықтылығы өз алдына. Ауыз әдебиеті қай ел дейді осал болмайды. Өйткені ол бірден бір әдебиеті. Одан кейін енді кеңес үкіметі келді. Кеңес үкіметінде де қазақ әдебиеті 40-50 жылда, 50-60 жылда жақсы әдебиеттер. Оның ең алдында Әуезов тұрады. Әуезов сол Абай романын жазғанша да Әуезов классик болады. Менің ойымша, дәл сол Абай романына шейін жазған нәрселердің көркемдігі бірде-бір кем емес. Қайта эпопея жазудың кезінде ол көптеген қиыншылыққа тап болған шығар. Мен мысалы ойлаймын, маған сабақ берді Әуезов. Мен оның дәріс алған адам. Өте білімді адам. Өте бияз адам, және өте қалай деуге болады, бір тәрбиелі адам. Ол мысалы мына екінің бірі біздің қазақта айта салатын сөзін айтпайды. Ол басқаша айтқанда аузын былғамайды. Үлкен қасиетті адам болады. Мен содан дәріс алдым. Содан мақтаныш тұтамын. Ең бірінші рет кітабым шықпай тұрғанда, өйткені мен кітапты берсем де шықпады. Содан кейін бір балаларға арналған кітабым жарық көрді. Содан кейін екі кітап шықты. Біреуі «Жас қанат», біреуі «Жырға сапар» деген. «Жас қанатқа» мен кіре алмай қалдым. Енді әртүрлі жағдайда. Сосын соны менің көңіліме қараса керек, «Жырға сапар» деген кітапты менен бастады. Осы екі кітапқа Әуезов университетте үлкен баяндама жасап берді. Балдардың кітабына баяндама жасады. Сонда Әбіш Кекілбаев сол менің үйірменің бастығы болады. Оның алдында мен болғам. Мен енді содан кейін жұмысымды бітіріп кеттім де, ол содан кейін сол кеште Әуезовтің ана «Жас қанатқа» толық тоқталды. «Жырға сапардың» тек мен туралы айтты. Бірақ ол да стенографиясында қысқарып басылған. Енді осы 25 томдығында сол толық текст басылды. Сонда менен мысалы жалғыз ақын сол томнан мысал алған мен болды. Мен бір жалпы бақытты адам. Енді бүгінгі күнге көшсек, осы жылдың басында елдің бір топ қайраткерлері бірігіп саралайтын кезең келді деген үндеу хат жарияладыңыз. Біз алғашқы хабарымызда ол туралы Әбіш ағамыздың да пікірін, көзқарасын сұраған едік. Әлгі хатқа қол қойғандардың ішінде қателеспесем өзіңіз де барсыз. Сол ашық хаттың қоғамда, әдеби, мәдени ортада әсері, ықпалы байқалды ма? Енді ол мәселе былай айтты. Егер шын мәнінде тым нақтылы келетін болсақ, ол ықпалының қаншалықты екендігін ешкім анықтай алмайды. Мәселе сол хаттың жазылғанында. Мәселе соған белгілі бір адамдардың қол қойғанында. Мәселе соған белгілі адамдардың қол қоймағандығында. Осы ары жағын уақыт өзі анықтайды. Түсінікті. Енді жаңа бір сұхбатыңызда айтасыз, мен бала кезімнен тәрбиені адамдардың қас-қабағынан үйрендім. Сондай бір жақында «Бір өлең бір әлем» деген мүшәйрадан бас жүлде алған «Не істеуге болады» деген өлеңіңізде «Ханыңа жақсаң қаралар қарап күдікпен теріс мінгізіп жіберер сен есекке» дейсіз. Енді бір жолында тіпті «Тоқалға жақсаң быт-шыт болады бәйбішең» дейсіз. Мұндай заманда шынында да не істеу керек? Ол жеке адамдардың шешетін нәрсесі емес, айналайын. Сенің қолыңда
демократиялық кезде біз осындай өлең жазуға ғана жеттік. Соның өзі де жеңіс деп есептейміз. Біз оны да айттырған жоқ. Мен мысалы бәленбай болғанда 5-6 жыл жазушы баспасының поэзия редакциясын басқардым. Біздің кезімізде цензура деген болды. Мен мына социалистік республикалардың одағының құрғанында бір-ақ нәрсем бар. Сол цензураның құрғаны. Қалғанында бәлендей өзгеріс жоқ. Қалғаны адамға тән кемшілік, адамға тән қасиет, сондай нәрселер қалған. Соның пайдасына біз қазір реті келгенде, мына оппозиция деген сөз бар ғой, иә? Бұрын біреу анау не мынау дұрыс айтқан жоқ деп, бұндай оппозициялық мақалалар басылмайды. Қазір ашық айтылады. Тек бір ғана нәрсеге мен риза емеспін. Сол оппозицияны ауырсынамыз. Оппозиция деген бұл мәдениеттің ең жоғарғы түрі. Егер бір партиялық болса, баяғыда болды ғой, оның кемшілігін ешкім айтпаса, сонда ол қалай түзеледі? Ағылшындардың өзінде либеристер менен консерватор партиясы біреуі дауыс алғанда жеңіледі. Солар партиясын да таратпайды, өзінің бұрынғы үкіметтің құрамын да таратпайды. Ол ана жаңа келген партияның не істеп не қойып отқаны талдау жасап отырады. Өйткені олар ертең бәрібір қайтып оралады. Бірақ мыналардың кемшілігін елге жеткізеді. Ешқандай ұрыс та жоқ, келіс те жоқ. Бізде кішкене қиын. Бізде кейде ата жаулыққа шейін барады. Жек көреді. Мен оған мысалы қарсы. Менің өзім апаризм беріп шығып жүріп, көрген оқысаң егерде. Бір кітап шақты алып келіп, осында біраз адамға бердім. Сонда оппозиция әйелігінен бастырады деген сөз. Ол сенің жанашырың. Түсіндің ғой? Енді бір кездері өзіңізде бабалардың шоқ басқан табанымен бірде екен жақсы жаманымен деп елді тарихи тұрғыдан таразылап едіңіз. Енді бүгінгі күннің безбеніне салып бағалап қараңызшы, қайсысы басымдау соның? Енді оны айтып отыр ғой, безбен деген субъективный. Әсіресе ақын адам, өнердің адамында бәрібір мен сол өлең біразға шейін әлі де сол өзі күшінде қалады. Сонда айтылған нәрселердің көбі бәрібір. Бірақ онда мен мәселе соға бір анықтама берейін, баға берейін деген ниет менде болған. Менде онда бірақ ниет бол. Оның артында айтады. Ең қиын аяғындай бір шумағы бар ғой. Сонда да бұл қазақ үй салмаған. Сонда да абақты тұрғызбаған. Сол абақты тұрғызбағанды айту үшін мен үй салмаған дейді. Тек ана сөзді ақтау үшін. Өйткені ол кезде оларды бастыру өте қиын болады. Мен сол өлеңді жазып, ең бірінші рет Ақтөбеде қазақ әдебиеті мен өнерінің күндерін өткізіп жүрдік. Әдебиетінің. Бізден басқарып барған Ғабит Мүсіреп болады. Ол бізге соңғы жылдарда қазақша айтқанда жездеміз болды. Азиза деген апамыз ғой деді. Сол өлеңді оқығанда маған ол сұмолыш деді. Ол ауыр сөз. Сен сенесің, мен сол сұмолышты сағындым бәрі. Өйткені ол ырза болғаннан айтқан екен. Ол ана жалғыз 6 жұлдызды таққан Қазақстанда еңбек ері деген атақ алған адам. Ол өзі ойнап қоймай мені балдыз көріп ойнағаннан кейін мен айтқан, мынау бүкіл қазаққа берген жұлдыз. Менің де кезегім еді, мен де бір апта тағайын деп қазірді айтымыз. Сонда ол мен алдымен түсінбей жүрдім сол деген сөзді. Ауыр сөз, қайталап айтамын. Содан кейін ол бір күні сөйтіп жайлап қадағаласам, ол маған бір ырза болған кезде, менің жаңа өлеңдерімді оқыған кезде, менің бір әзілімді тыңдаған кезде айтады екен. Сол үшін. Бәрекелді. Енді талай жыл өзіңізде түрлі басылымдарда жұмыстар атқардыңыз. Осы көптеген авторлар мен олардың шығармашылығына редакторлық еткенде қаламгер өз идеялары мен ойларынан айырылып қала ма, әлде керісінше түрлі мәліметтер арқылы байи түсе ме? Ол адамына байланысты. Қызмет пен шығармашылығы. Ол қызметпен байланысты дегенде көп мен саған айтайын. Сен жассың ғой. Сенің артыңда өзіңнің буының тұр. Сенің артыңда біздің болашақ інілеріміз, бізді жалғастырып тұрған буындар тұр. Бұл мына екі нәрсеге ол мен ғана емес. Менен басқалар да солай ойлайды деп ойлаймын. Мына билік деген нәрсе. Кресло дейді ғой, билік деген нәрсе. Байлық деген нәрсе. Өнерге қайшы келеді. Өнерге қайшы келеді.
оны бұзады. Мысалы қазақ әдебиетінде мынандай ақындар бар. Жазушылар, мысалы Сәбит Мұқанов жаман жазушы емес. Ол әлі де өзінің дегенін алады. Бірақ сол кісілер ол ақылдылығымен жұмыс істеді, бірақ одан артық жұмыс істей алмайды. Өйткені мына жағында ол мына креслоны үкімет оған бергенде жай берген жоқ. Өзінің Совет үкіметінің тенденциясын жүргізіп отырды деп берді. Ғабит те істеді сол жерде. Ғабиден де істеді. Әуезов істеген жоқ. Әуезов партияда жоқ еді. Егер мен өз ойым, жеке субъективный ой деген бар ғой. Егер Әуезов партия мүшесі болса, Абай роман жаза алмауы да мүмкін. Ол оның қолында ол не керек? Сол кезде әйтеуір ретін тауып, диссертациясын қорғап алған доктор, профессор болады. Ол жаңа қырғыздың эпосынан Манастан құрған. Манас деген үлкен дүние. Сол барып Казгуде бізге сабақ берді. Басқаларда Абай тану дегенді берді. Соның арқасында ол өзінің күн көруіне мүмкіндік болды. Ал егер ондай да профессорлығы да жоқ болса, далада қалатын еді. Далада қалатын. Ол партияда мүше емес. Енді егер сол коммунист партиясының мүшесі болса қайтер еді? Онда ананы тағы да жаза алмайды. Бұл әдебиет дегенінің өзі сайып бергенде тағдыр. Мысалы, Фадеевті ешбір адам осы күнге шейін жаман жазушы деп айтпайды. Бірақ ол қанша роман бастап, қанша романды аяқтамады. Өйткені ойы жақсы, ол аяқтай алмайды. Өйткені ол не фальш, өтірікпен аяқтау керек. Я шындықты жазып Совет үкіметіне қарсы шығу керек. Сондықтан ол аяқтамады. Оның аяқтағаны, бітіргені революцияның алғашқы кездердегі Разгром деген, Дастархан деген роман, шағын роман, оның классикасы сол. Сосын өзің білетін жас гвардия. Бұл өте трагикалық адам. Өте трагикалық адам. Бұл өзін-өзі атып өлтірген. Біз соны атып өлтірген, өзін-өзі атып өлтірген білмейміз. Жай газетте шыққанда осылай қайтыс болды деп жазды. Сөйтсе ол өзі қоғаммен қайшы келді. Бұл Сталинге де хат жазған. Осы жүріп жатқан саясат, соның ішінде әдеби көркем саясаттың қайта қарауды қажет етеді, айтқан. Біраз адамда өлімінде бұның өзінің жеке қатысы жоқ, бірақ сол кезде сотталған адамы визировать еткен. Қол қою керек. Соның дұшпандығын анықтайды. Артынан 54-56-56-та олар босанды. Келіп Фадеевтің бетіне түкірген. Ол білесің бе қандай нәрсе? Өзі жалпы табиғаты адал. Табиғаты жалпы Ресейін, орысын, ұлттарды жақсы көрген адамға ол өте ауыр болды. Мен оны неге айтып отырмын? Бұл өте әдебиеттің тарихына сақ болу керек. Сол кезде Паустовицкийдің кітабында айтады. Естіліктерінде, нелерінде. Бұл литературный институтта сабақ қойды. Сабақлардың сабақ қызық. Ол тек сана семинар. Негізі оқымайды. Өзінің оқыған бір 6-7 не 10 шақты адамы болады семинарға. Соған тапсырма береді, олар әңгіме жазып берген тақырып, сосын оны талдайды. Бір күні талдап тұрып, терезені ашып, шақырып, терезеден көрсетеді, анау әдеби институттың ауласында біреу аула тазалап жүреді. Үлкен сыпырып жүреді. Ананы білесіздер ме? Білмейміз дейді. Бұл орыстың ең ұлы жазушы Андрей Платонов дейді. Андрей Платоновты біреу біледі, біреу білмейді. Жаңағы студенттердің өзі білмейді. Сол Платонов, мысалы жаңағы, сол Фадеев барайық. Фадеевті қазір оқулықтан алып тастады. Платонов кірді. Көрдің бе? Булгаков бір ауырып төсекте жатып жатты сол кезде. Әйтеуір сотталған жоқ. Қазір Булгаков бір кірді. Әдебиетте мына сенің берген өзің көзің тірісінде берген қоғамның бағасы, ол әлі анық баға емес. Түсініп отырсың ғой, түсініп отырсың. Сол ертең барлық мынау теңіздің де өзі бір тынышталатын кезі болады. Толқып ұрып жатады, өзі Каспийдің өзіне таныс қой. Сол сияқты қоғамдық толқулардан кейін барып, Абайдың өзіне тиіскен кездер болған. Абай феодал, мәселе оның феодалдығында емес қой. Орыстың да, Европаның да ең мықты адамдары ақсүйектерінің өзі үлкен халықтық жағында болған. Оны ертең мұғалім боласың ба, өзің әдебиетші болып ары қарай жалғастырасың ба, сол кезде ескеретін нәрсе бүгіннің бағасы баға емес. Оны иманыңдай сен.
Мен мысалы неге айтамын, мен туралы жақсы пікір айтады. Мен пенде ретінде соған сенемін, мысалы. Бірақ мен осы бағамды ана басқа бағытқа қарсы жұмсағанның арқасында алды. Жұрт мақтап жатқанда мен жалпы соның дәл өзінің заманына сәл бағамды беруге тырыстым. Түсінікті. Жаңа қалам мен заман туралы айтып қалдыңыз. Сұхбатыңызда өзіңіздің шығармашылығыңыз туралы айтқанда менде черновик болмайды, өйткені қарындашпен жазамын, ұнамаған жерін қайта жөндеймін дейсіз. Рас, ол соңғы кезде пайда болады. Ал бірқатар қаламгерлер енді тұстастарыңыз жазған сызғандарының заманына қарай бейімдеп түзеп күзеп отыратыны байқалады. Өзіңіз тасқа басылып тарап кеткен шығармаларыңызды заман өзгергенде қайта жариялаудан бас тартып немесе сол менде болған жоқ. Саған айтайын, сенбесеңдер қайта тексер. Мен тіпті Ленин туралы поэманы жазғам. Мен сол поэманы кейін кітаптарыма, көп томдықтарыма кіргізген жоқ. Ол кіргізбегені мен Лениннің заманы өтті дегендіктен емес. Мен соның бала кезде жазғандығымнан, анау объектіме өзі толық баға бере алмағанда. Бірақ сол поэмада мен бас тартпаймын. Ленинді бекер, Ресейдің өзі бекер жоққа шығарды. Ол Ресей деген үлкен ел. Оның үстіне бұлардың ар жағында тек өздеріне тән армандары бар. Ол Ленинді неге жек көреді? Ленин патша үкіметін омыртқалады. Ал оның артында қанша адамдар бар. Сондықтан қарайды. Ал мен әлгіндей нем болған жоқ. Мен не болса да өзім деңгейімде сол заманына лайық нәрселер жазып отырсың. Ал біздің енді біреу өзің бағаңды көтеру үшін біреудің бағасын түсіріп керек жоқ. Бізде ең алдымен сол кездегі 40-50 жыл, 50-60 жыл бойы елдің, біздің жазушылардың қоғамды басқарып отқан партияға жағуды ойлады. Менің кезімде мысалы Мальцев деген орыстың жазушысы болды. 4 рет Сталиндік сыйлық алған адам. 4 рет Сталиндік сыйлық алған. Мен сонымен бүкіл одақтық жазушылар одағының съезінде қатар отырдым. Ешқандай бағаш. Енді ол әдебиетші ретінде ол жоқ қазір, мен саған айтайын. Ал сол кезде жаңағы шығармасын бастыра алмай жүрген Платонов қазір классик. Енді өзіңізді мол энциклопедиялық білімі бар ағамыз ретінде білеміз. Жаңа жастар студенттермен кездесуіңізде сіздің тәжірибеңізбен, яғни сөз сиқыры, жазмыш бар, иірім бар, сондағы жинаған рухани дүниелеріңіздің сырын білгісі келеді, сол жөнінде де айтып отырсаңыз. Енді ол күрделілеу. Әрине, қазір оған алғашқы кезде жаңа өзіміз айтып отқан оппозиция дегендей ол кітаптарды ұнатпаған, қарсы мақала жазған, барып арыз берген кісілер болды. Мен оны жазбай жазып та білгенмін. Өйткені мен өзім халқымды білемін, заманымды білемін. Өйткені ол адамдарды да кінәлай алмаймын. Өйткені оларды да тәрбиеші сол заман. Олар ондай әдебиетке үйренген жоқ әлі. Бірақ мен соның өзінде әрине сақ, әрине әдепті, ешкім намысына тимейтін, шындықты бұрмаламайтындай қылып жазуға тырыстым. Қазір солардың 90% сабасына түсті. Солай екеніне көзі жетті. Енді біраз жылдардан кейін олар жалпы ана кім деген, Белгір деген біздің бір бауырымыз бар. Неміс дегенде қарамай бауыр деймін. Өйткені бізге рухани бауыр адам. Менен бір жас емес, бір жасқа жетпейтін үлкендігі бар. Сол бір жерде бір интервьюінде айтыпты. Маған туралы шығып жатқан, өзіне қарсы шығып жатқан мақалаларды оқығаннан кейін айтыпты. Түбінде мектептің, орта мектептің мұғалімдері қадірмен маған ғана сүйреді депті. Сол дұрыс айтқан. Енді артыңыздан өсіп келе жатқан жастарға жиі айтып отыратын кеңестеріңіз бар ма, ескертіп отыратын? Ол әр уақытта болады. Өзің балаңа да ақыл айтайын деп айтпайсың. Жалпы қаламдас інілеріңе де ақыл айтайын деп айтпайсың. Сосын ол жас кезінде адам өзіне қатты сенеді. Егер сенім болмаса, ол әдебиетке келе алмайды. Сонда ол қайшылықта адам. Егер ол дұрыс түсінсе, ол бақыты. Дұрыс түсінбей былай түсінсе де ол сенің айтқанға қайта қалмайды. Бірақ соққы деген, таяқ жеу деген болады. Сол таяқ жеуден кейін ақыл керек. Бір обал нәрсе. Мен айтайын дейтінім, әрине, біріншіден ақыл дегеннің өзі көшеде жатқан жоқ. Ақылдың өзі кіргенде жас кезіңдегі сүрінгеннен, құлағаннан, әке шешеңнен, көршілеріңнен, замандастардан жеген таяқ ақылға айналады. Бұл
жастарды сұраудағы себебім жаңа баяғыда өзіңіз ей жас жігіт көпті көрген бізге сен қателестің, жалғыз бақыт қыз десең сүймеді ме, бірақ сілте қолыңды сүйетіндер табылады іздесең деп жырласаңыз, қазіргі жастар мейлі ғашықтық тақырыпты болсын, әлеуметтік тақырыпты етсе де бір тамшы көз жасын сығып тұрған сияқтылық көрінеді. Жалпы соны қалай бағалайсыз? Қазіргі әдебиет поэзиямыздың жылауық, я болмаса кез келген жағдайда оптимистік қараймын. Мен енді қазір 74-темін. 74-ке толамын, осы январда. 74-ке толам, сол 74-ке адамға сену керек. Әсіресе жастарға сену керек. Соның бүгін таңда істеп жүргенінің өзі де кейбір жағдайда қате екендігін. Бірақ сол қате екендігін түсіне отырып, мен ертең түзелетініне сенемін. Өйткені ол уақытша қателер. Ол уақытша мына қоғамның әсері, кедейліктің әсері, жұмыссыздықтың әсері. Мен соғыс кезінде өмір сүрдім, сонда өңшең қара қағаз дейді. Адамның өлгеніне келетін қағаздар болады. Извещение. Қара қағаз дейді. Жылап, сықтап жатқан адамдар. Сонда әйелдер Құдайын қарғайтын. Мен сенесің бе, Құдайды қарғау деген өте сирек құбылыс. Ей, соқыр Құдай деп айтатын. Не көріп отырсың деп айтатын. Көресің, ол мына заманында адамды солдай тығырыққа тиейді. Бірақ бір сәуле қалады, кішкентай бір сәуле, жарықтан түрмеден түскен сәуле сияқты түседі. Егер ақылды адам санасы жұмыс істесе, сол сәулені сақтайды мына жер. Сол сәулені басып жатады. Қазіргі жастарға мен сенем, бәрібір сенем. Енді заман өзгермей қойса, оның бір басында түнек, қараңғылық ұзаққа орнаса, оның да күтәші жоқ, оған өкпелейтін адамдардың да несі жоқ деп ойлаймын. Ол балдарға мен жақсылық тілеймін. Олар бізде шашылып жатқаны жоқ. Талант деген өте сирек құбылыс. Олар қателескен күндің өзінде де бастан сипау керек. Жаңа алуан түрлі тағдырды басынан кешкен әйелдерді жайлы айтып кеттіңіз. Қыздың сыры құмның суы сияқты тереңде ғой, тереңде ғой, тереңде деп жазған сол әйел қыздар тақырыбын өзіңіз қаншалықты жырладыңыз? Мен біраз жаздым енді, әрине. Мен мысалы біз әйелдер дегенде оны махаббат тұрғысынан ғана келген Тұманбай. Мысалы, мені құртасың, ол жақсы ақын. Енді әркімге менің көзқарасым, оның көзқарасына тура келмейді. Мысалы, мен өміріне ғана жаздым. Машықтықты ойнатып та жаздым. Содан кейін ол әйел деген нәрсе, қыз деген сенің қызың. Мысалы, солай емес пе? Сенің келінің, сенің әйелің осылай қарау керек. Әрине, Құдай о баста жаратылғанда еркектерге өзі артықшылығын берген. Жалпы еркек рыцарь болу керек. Рыцарь болу керек. Әбден ашу, мысалы, сен үйленген жоқсың әлі. Үйленген жоқсың, үйленесің. Керемет ғашық боласың, мен саған сенемін. Ол да саған ғашық болады. Екеуіңде де кемшілік болады. Бірақ тіршілік ол бізден гөрі биік. Екеуіңді дұрыс тұру. Кінәларың жоқ, оның да сенің де кінәң жоқ. Сол кезде сен биік тұру керек. Жаңа Тұманбай ағамызды айтып отырсыз, әзіл шыны аралас бір жерлерде айтыпсыз, Тұманбай жоқта мен арнауымды оқып алайын деп. Ал сіздің шығармашылығыңызда арнаудың орны қанша? Ондай қалдыңдар бар екен, рас. Мен арнауды өте аз жаздым, бірақ соның өзінде көп. Ал Тұманбай арнау өлеңінің шебері. Шебер, оны айту керек, әркімнің өзі. Ол оның ұлттық несіне айналып кетті. Дәл кәдімгі өзі қасиетіне айналып кеткен нәрсе. Ол кез келген адамға жазылады. Жақсы көремін, мен білмейтін адам ғой. Мен мысалы кімге Зейнолла Қабдыловқа 2 өлең арнадым. Қамтирғалиев ағама 1 өлең арнадым. Жұбанға да 1-2 өлең арнадым. Өйткені арнамауға мүмкіндік жағдайда ғана арнаймын. Содан кейін олардың мен және әдеби активіме кіргіземін оларды. Жаза салғаны да емес. Менің жинағыма кіруге қолында удостоверениесі бар. Қолымнан келгенше. Жаңа ағаларыңызды, ұстаздарыңызды айтып отырсыз. Енді бүгінгі заманда өзіңіздің тұстастарыңыздан, сосын және артыңыздан еріп келе жатқан қаламгерлерден қайсылар, кімдерді биік бағалайсыз? Аттарын атап аласыз. Енді әрине, бұны бір нәрсені ескертіп айтайын. Әдебиет туралы, өнер туралы пікірлердің көбі субъективті болады. Менің өмірге көзқарасым, әдебиетке көзқарасым екінші адамға сайма-сай келе беруі мүмкін емес. Бірақ сұрақ күйінде қалды. Сен айттың қалды. Мен мысалы қазіргі ақындар
біздің кезімізде біз тобымызбен келдік. Сағи Жембаев болды, Тұманбай болды, осылай. Тағы әдебиетке бір кіріп, бір кірмей кеткен адам бар. Мысалы, бір жинағымен поэзияға кезінде Әбіш те кірді, Күншуақ деген. Мен сол кітапты баяндамада мақтадым. Сол кезде Тұрсынбай Есімжанов деген ақын болды, өзі сол не болып кеткенін өзі де білмейді. Оған енді біз кінәліміз. Мен соны да мақтадым. Бірақ іркеледі, екшеледі бәрі де, екшеледі. Не деп сұрақ қойдыңыз? Жаңа тұстастарыңыздан және інілеріңізден. Енді бұлардың қатары азайды. Өйткені заман әдебиеттің заманы емес. Европада поэзияны мүлдем оқымайды деп бар. Тек қана Латын Америкасында, испан тілінің елдерінде поэзия әзірше жақсы. Европада социалистік елдер қайтадан поэзияға келе бастап еді, олар ол лагерь құрды. Олардың ішінде Польша, Чехословакия, Болгария, кәдімгі социалистік елдердің көбі жақсы немістерге шейін жақсы өлеңдер жазды. Франция олардан бұрын азды. Ол поэзияның отандарының бірі ғой. Ол Беранженің отаны, Пол Элуардың отаны, Рембоның отаны, солардың өзі поэзияны ұмытып барады. Өйткені заманға поэзия лайық емес. Бұл солай, өкінішіне орай солай айналайын. Роберт Фрост дейтін Американың ақыны болды. Қайтыс болды. Сол өзі үшін жазады, тек қана. Дәулеті бар адам өзі үшін жазады, өзінің рақатына жазады. Романтик. Сол жыл сайын Нобель сыйлығы маған береді деп күтіп отырады. Дастархан жайып қояды. Сол ақыры соны алған да жоқ, оған берген де жоқ. Ол поэзияның трагедиясы. Бұл трагедия бізді де аттап кеткен жоқ әлі. Біз тек қазақтығымызбен. Ана бір келе жатқан инерция дейді ғой, сол инерциясымен сақтап отырмыз. Мен поэзияны қанша оқымаймын десе де мен бәрібір жазамын. Өйткені мен аурумын. Ол менің дертім. Мен осы 2 ай болды, қашып, пысып жүріп, командировкада жүріп, үйде жүріп, телефондардың башына өсіріп тастап, тіпті ойда жоқта қайтадан өлең жазу бастап кетті. Әжеп тауырының енді санын есептеген жоқпын. Қазақ бала мен малдың санын есептемейді. Және айтпайды. Өлең де солай біздер үшін. Құдайдың бергені. Құдайдың бергені. Мен осы жерде келдім, мысалы 4-5 күн ақ болды. Мен қолым босап кеткенде солардың барлығын қағазға түсірген, карандашпен жазамын. Асығыс. Соларды өзім расшифровать етіп алып, түсінбеймін. Асығыс жазған нәрсе. Енді оны бір кітап болады, қазір қалай аталатынын білмеймін кітаптың. Мен енді ол не болғанда да біз өлеңмен жазаланған адамдармыз. Өлгенше, пожизненный дейді оны орыстар. Лайым солай ғой. Енді ағамна біздің бүгінгі хабарымыз сұрағандарыңыз сөз болса деген жаңадан басталып жатқан бағдарлама алғашқы хабарлардың бірі. Осыған сөзіңіздің соңында өзіңіздің көңіліңізде жүрген, толғандырып жүрген ойларыңыз болса, я болмаса айтар лебізіңіз болса, сөз кезегі өзіңізде. Енді аяқ астынан не дейсің? Біріншіден бастаманың өзі жақсы. Мен Абайдың бір сөзін бала кезімде оқыған сөзімді осы күнге шейін, соңғы жылдарға шейін түсінбейтім. Түсінетін де сияқты мойындағым келмейді. Сонда айтады, мәселе істің қалай аяқталғанында емес, мәселе қалай басталған. Біз басқаша тәрбиелеген адам. Мен ойлаймын, егер жақсы аяқталмаса, ол неғылған жақсы нәрсе бар. Сонда басталғанда ма деп сөйтсе тұра, мәселе істің басталғаны деген. Сендердің де бастамаларың жақсы. Сен сұраған сұрақтарыңның бәрі жақсы. Ешқандай әлгі көлденең тартып, бізде бар бұлар. Мына оппозиция деген сол ғана жағынан мен. Қайткенде сені бір оппозицияға бұрып, бір күнделікті саясат емес, мынау таза әдебиет жөнінде әңгіме болды деп есептеймін. Сұхбатыңызға, әңгімеңізге рахмет. Ауылға жиі ат басын жақсы рахмет. Өзіңде қандай өтінішің бар? Жоқ, осы әлі алғашқы хабарым осы жасап жатқан. Яны ма? Жаман бастаған жоқсың.